Ассаламу алейкум достар, қалайсыздар? Котелға бұйырса 40 тоқ бар еді, соны әкелейін деп жатырмын. Қазір түн ғой, сағат 12. Түнде өстіру керек дейді, енді көреміз нәтижесін, тұрып кетпесе. Қара 40 тоқ өзі. Мына жерде басып жатыр, пока жұмыртқасын алып алдым, жайлап абайлап та. Қазір енді жұмыртқасын орнына апарып келейін, сосын тауықтың өзін алып кетемін иншалла. Так, жұмыртқалар келді. Бисмилля деп абайлап қояйық. Мына жерде қателеспесем 5 жұмыртқа өзінікі. Өзінікі болғанда осы жерде өзімде 3-4 тауық бар ғой. Солардікі. Қалған 7-еуі даладан келген. Яғни сатып алынған. Так, қойылды 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 екен иншалла. Тауықты алып келейін енді. Так, тауықты келіп жатқыздық. Енді иншалла. Осыдан басып кетсе, Аллах нәсіп етсе жақсы болады. Өзінің орнында бастырайын десеңіз атта. Басқа тауықтар бар ғой. Қасына келіп жұмыртқа туып тастай береді, мынау соны тартып алады. Каждый күндегісін күнде туып тұрғасын артына тартып ала береді. Біреуі 4 күндік басып атқанына 4 күн болған есеп болады. Біреулері кеше жаңа туған тартып алады сөйтіп. Адасады да бұлар. Сосын ақырында 2-3 балапан шығарады, қалғандары балтон болады. Сондықтан да осы өстіп. 40 болып жүргеніне 2-3 күн болды жалпы. Енді осыдан есептейміз, бұйырса 20. 19-20 күнде шығарады дейтін еді тауық. Аллах береке берсін.